Заң бойынша әрбір қазақстандық азамат өзінің тұрақты мекен жайына немесе уақытша тұрып жатқан мекен жайына тіркелуі керек. Тұрып жатқан мекен жайына тұрақты немесе уақытша тіркелмеген тұрғындарға 7 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін. Меншік иесі үйіне тіркеусіз адам тұрғызатын болса, жауапқа тартылады. Егер үй иелері жалға алушыны тұрақты тіркеуге алуға келіспесе, көші-қон қызметіне хабарласуыңызды сұраймыз. Егер сіз тұрғылықты жеріңізді өзгерткен болсаңыз, онда жаңа мекен жайға тіркелуіңіз керек. Бұл басқа қаладан оқуға келген студенттерге де қатысты. Олар оқу орнының мекен жайына тез арада тіркелуі тиіс. Егер қай жерде тіркеуде тұрғаныңызды тексергіңіз келсе, немесе жаңадан тіркеуге тұрғыңыз келсе, онда мына қарапайым 3 тәсілді қолданыңыз. Бірінші, халыққа қызмет көрсету орталығының кез келген бөлімшесіне жеке куәлікпен барыңыз. Екінші, тұрғылықты жері бойынша тіркеуге электрондық үкіметтің egov.kz интернет порталы арқылы онлайн түрде өтініш беруге де болады. Үшінші, Ішкі істер министрлігі Халық банкпен бірге тұрғылықты жері бойынша тіркелудің тағы бір жеңіл әдісін шығарды. Ол үшін Халық банк мобильді қосымшасын Play Market немесе App Store'дан жүктеңіз.